Okay, tonight I'm striking another one off my list, and this is not a music one, but it is an interview from a couple years ago with Dimash's mother, and it is on Kazakh TV. And I will apologize in advance. I still haven't gotten the ad free. I will try to minimize the ad interruptions, and I also might have to pause it a few times on that. But I thought this would be interesting to get a little backstory from the family point of view. So I'm going to go ahead and play it. Ақтөбе облыстық телевизиясының қонақжай төрінде Светлана Айтбаева. Таныстырудың қажеті бар ма білмеймін, бірақ біздің ішкі мәдениетіміздің көрінісі, келген адамды жақсы білсеңіз де, біз айтуға тиістіміз. Димаш Құдайбергеннің анасы, Қанат Айтбаевтың жан-жары, облыстық мәслихаттың депутаты, мәдени ағарту комиссиясының мүшесі, өнерпаз. Әңгімені Лондоннан бастаймыз ғой деймін. 93 жыл бұрын Парижде әмір ән салды, Қашаубаевты елдің барлығы аспандатып жатыр. Соның өзін 93 жылдан кейін Димаш баламыз барып Лондонды мойындатты деген сөзді менің әріптестерім жан-жаққа. Ал соның басы-қасында өзіңіз бірге болдыңыз. Солай ғой, дұрыс қой менің информацияма. Сіздің тіпті киген киіміңіздің қазақи өрнекті болған, қазақи киім болған, тағынған әдемі шаруаларыңыздың бәрінің ұлттық шаруа болғанына шейін жазды. Бұл бірдеңіз. Екінші, біздің Димашты қазір енді ауызға алатындар көп қой. Аспандатып жерге түсірмей жүрген жағдайы бар екенін білемін мен, бірақ мен жасыма байланысты мүлдем басқаша сұрақ қойғым келіп отыр. Димаш сахнада әдемі қалжыңмен де жарасымды ойлар айтты деді. Ол не қалжың? Рахмет аға, ең алдымен біздің Ақтөбе жеріне келе отырып, уақытыңызды бөліп, жұртшылықпен жүздесем деген ойыңыз үшін рахмет. Сіздің Димаш туралы жаңағы сонау Лондоннан бастайым дегеніңіздің өзі бір басқаша қырын көрсеткіңіз келіп тұр, мен түсініп отырмын. Себебі болмаса отбасы қандай, бала-шаға қалай деп әшейін сұрақтармен кететін еді. Менде болады әшейін сұрақтар. Енді сіз айтқаннан кейін өзім де ойланып қалып отырмын. Шынымен шет жерде жүрген кезде міндетті түрде ол мүмкін ол Димаш болсын, тіпті жаңа менің өзім болайын, болмаса кез келген біздің мемлекеттің атынан шығатын адамдар болсын, болмаса жалпы Лондонды көруге барған тіпті өзіміздің қандастарымыз болсын, жаңағы айтқандай бір ұлттық реңкіміз, бояуымыз көрініп, тіліміз сөйлеп, әдемі жаңағы қалжыңымыз білініп тұрса, әрине өте жақсы болады деп ойлаймын. Димаш ол жерде концертін бастан аяқ ағылшынша жүргізді. Әрине енді әдемі қалжың айтты дейді, ол сол жерде тұрған 47 мемлекеттен келген өзінің фанаттары болды. Сол фанаттардың ішінде бір қыздар болған шығар. Сол қыздарға бір әдемі қалжың айтқан болу керек. Әрине осы жөнінен айтып жатты көпшілігі. 47 мемлекеттен болды деген қандай статистика? Оны біз айту тағы да аспандатып отырған жоқпыз ба? Жоқ, себебі мына Димаштың қазіргі таңда әлем бойынша 10 миллионға жуық фанаттары бар екен. Біздің Қазақстанда бұған дейін фанаттар қозғалысы негізі бұндай белең алмаған еді. Сол Қытайға барған Айым Сингер байқауына қатысқаннан кейін фанат деген халық барын, халықтың сондай бір арнайы тобы барын, ол өнерпазға қолдау көрсететінін, өнерпаздың қасында бірге жүретіндігін сол жақтан көріп, бізде де жаймендеп осы қозғалыс басталды. Бұлар өздері бір-бірімен өте тығыз байланысты. Әрекет. Бір-бірімен күніге хабарласып, Димаштың әр жаңалығын бөлісіп, әркім өз тіліне аударып, арнайы жаңағы өзіндік уставы бар, өзіндік ережелері бар, не дейді мына, тіркелген фан топтардың мүшелері бұлар. Сондықтан қайда тіркеледі? Өздері тіркеледі арнайылап. Бірімен бірі.
Сондықтан олар сол Лондонға барардың алдында үлкен дайындық жұмысымен барды. Димаш бір бөлек концерттік бағдарламасымен дайындалып жатса, жаңағы фанаттары, жанкүйерлері өзіндік жоспарымен дайындалды. Олар барғасын жерде міндетті түрде кез келген Димаштың концертінің алдында, мейлі ол Лондон болсын, мейлі Қытай болсын, мейлі Қазақстандағы концерті болсын, бір күн бұрын арнайы фан кездесу өткізеді. Бәрекелді. Сол фан кездесуде Темза өзенінің бойында жаңағы арнайы бір қайықтың үстінде болды бұл жолға фан кездесу. Яғни олар қатыстыңыз? Мен қатыстым. Сол кездесуге қандай адамдар келеді, қай мемлекеттен, қанша адам болады, соның барлығы есептеулі. Есептеледі, тіркеледі, статистика жүреді. Сондықтан 47 мемлекет деген арнайы статистикасымен берілген дүние ол. Бәрекелді, рахмет. Ендеше қазақ эстрадасында ерлі-зайыптылардың ән салуын бастағандардың біреуі сіздер ме деп ойлаймын. Мен қателессем жөндерсіз. Бұл өнерге келу жолы қалай болған мен білмейді екенмін сіздерді. Қай уақыттан бастадыңыздар екеуіңіз? Не бітірдіңіздер? Жеке өзім білгім келеді. Қанат екеуміз де осы Ақтөбеде оқыдық. Ақтөбеде үлкен өңірлік Жұбанов атындағы университет бар. Иә, білем. Сол университеттің мен музыка факультетін бітірдім, Қанат филология факультетін бітірді. Ректор кім еді ол кезде? Ректор ол кезде Мұхтар Ғалиұлы Арнов. Өте бір керемет. Туысқан. Мұхтар ағаның әр студентті сол кезде атымен білетін, жеке-жеке. Біздер жаңағы ғимараттың ішінде кетіп бара жатқанда, Мұхтар аға өтіп бара жатып, бір жақсы сөзін болмаса бір есімін атап тұр. Есімімізді атап. Here's why you should definitely publish. Біз сол кісінің студенттеріміз бірге оқыдық. Сол кезде енді мен музыка факультетінде оққасын, енді өнерге жақындау болдым. Қанат та өлең жазады, ән шығарады. Сол кезде. Содан бір байланыс орнады. Сөйтіп жүрген кезде біздің Ақтөбеден ең тұңғыш рет республикалық деңгейде электронды музыка дейтін, Ямаха деген синтезаторлар бұрын ол кезде болған жоқ. Сол 90-шы жылдардың басы, 80-шы жылдардың аяқ, 90-шы жылдардың басында Амангелді Сандыбаев деген Жібек жолы деген топ құрды. Екеуміз де сол топта бірге өнер көрсеттік. Амангелдімен ұлттық арнада қызметтес болдым. Иә. Содан басталды біздің екеуміздің шығармашылық байланысымыз, кейін әрине отбасы болып. Енді саған қолайсыз болуы мүмкін, маған ыңғайсыз болуы мүмкін. Біресе сен деп жатырмын, біресе сіз деп жатырмын, жасы кіші болғаннан кейін айып етпейсіз. Айта беріңіз. Бүгін өмірлеріңіз, тіршіліктеріңіз Димаш осыншама танымал болғаннан кейін өзгерді ме? Өзгерді. Қалай? Айту құпия емес па? Жоқ, құпия емес ешқандай да. Ол біздің өзіміз өзгерген жоқпыз. Біздің болмысымыз, ешқандай бір тұрмысымыз деген дүниелер ешнәрсе өзгерген жоқ. Әрине. Баяғы күйіміз сол, енді ол бір Димаштың енді бір өзінің жеткен жетістігі, сол арқылы бізге сырттан қарайтын адамдардың қатары көбейді, назар көбейді. Біздің отбасымызға, біздің өзімізге. Сол арқылы... Соның біреуі мен. Рахмет. Енді халықтың басым көпшілігі өте жақсы пікір айтады. Құдайберген деген кім? Атамыз. Қанаттың әкесі. Сол өзіміз өзгерген жоқпыз, бірақ сырттан қарым-қатынас өзгерді сонда. Қанат бауырым әңгіме айтқанда бір ішкі мәдениетін көрсететіндей деңгейде сөйлейтіндігін байқадым. 2-3 интервьюін былай толық көрмегенменен енді Димашқа байланысты қызығушылық әркімде болады ғой, сол менде де болды. Соны әрине ата-анасының кім екендігін былай сырттай білемін, бірақ жақынырақ білгім келіп тұратын сондай бір сұраныс болады, ішкі сұранысым болады. Сонда байқадым, сондай биязы, сыпайы, білімді, парасатты азамат екен. Ән жазатын, кейін осы мына Лондонға барғандағы
әкесінің бір әнін орындағанын естіп, солай екен ғой, дұрыс екен ғой деп. Ал Димаштың репертуарын, өлеңнің, әннің құрылысын, ішкі мәдениетін реттейтін отбасы ма? Продюсерлер өздеріңіз ғой. Жоқ әлде қазір Димаштың өзі араласып, или сырттан бір мамандар араласа ма? Енді біздің көзқарасымызбен қазіргі жастардың көзқарасын салыстыруға келмейді. Келмейді. Олар оқ бойы озық тұр, шынын айту керек. Озық тұр ма? Озық тұр. Көзқарас жағынан да озық тұр. Себебі біздің тіпті осы шығармашылық, музыкалық көзқарасымыздың өзі бізде қазіргі бұл жастарда мәдениеттілігіңізді көрсету үшін айтып отырған сөз емес қой. Мен мысалы кішкене басқаша ойлаймын. Бүгінгі шығып жатқан эфирде жүрген әндердің сапасы төңірегінде бөлек әңгіме өткізгім келеді. Ол туралы, әрине, ол туралы бөлек әңгіме. Бірақ жалпы мен Димаштың жаңағы репертуарына қатысты айтып тұрмын. Димаштың қасында сонда біздің музыкадағы білім әлдеқайда жоғары болып тұр ғой. Бүгінгі талапқа сай бізден озық болып тұр ғой. Енді оған бірнеше вариант жауап айтуыма болады. Біріншісі, енді жаңа Димаштың репертуарына қатысты айтқан кезде, оның айналасында Димаштың көзқарасымен, сонымен астасатын музыканттар жұмыс жасайды. Біздің қазақстандық музыканттар да бар, оның ішінде әрине, және шетелдік музыканттармен көп жұмыс жасайды. Сондықтан олардың таным түсінігі деңгейі, мен ойлаймын, ақпараттық кеңістіктің, ақпараттық мүмкіндіктің молдығында деп. Біздің тұстастарымызда, біздің қатарластарымызда, енді біз 80-90 жылдардың жастарымыз, сол кезде жастық кезіміз өтті ғой. А бұлар 90 жыл дүние келген балалар. Біздің тұстастарымызбен салыстырғанда, бұлар әлемдік кеңістік, басқа ел мәдениетімен байланысты көбірек біліңкіреді. Сондықтан біз енді Димашқа репертуарлық жағынан өзіміздің ұлттық, қазақи, қазақ композиторларының шығармалары жөнінен пікір айтқанмен, әлемдік деңгейдегі нәрселер жөніне балаға өзіне еркіндік береміз. Сіздің жаңағы айтқан пікірлеріңіздің оның барлығына қосыламын. Жалпы халықтық мәдениет қазіргі таңда біздің қазақ эстрадасында кішкене көтерілуді қажет етеді. Қазақ эстрадасында дегенге күштікті, маған түсінікті. Рахмет, түсініп отырмын. Олай болатын себебі, осы салада жүргенмен мен көп болды. Білетін шығарсыз. Қазақ эстрадасының мінезін жөндеуге үлес қосқым келіп те қызмет жасадым мен. Бір кездердегі біздің өте жас кезіміздегі сонау 70-ші жылдар, 80-ші жылдардағы Қазақстан телерадио комитетінің жанынан құрылған көркемдік кеңес деген болған. Шәмшағалардың өзі, әсеттердің өзі, әбілқаттардың өзі ол көркемдік кеңесте не болатынын күтіп, тізестірілдеп отыратын сәттер болған. Сондай көркемдік кеңес ұйымдастыруға атсалысып көрдім мен. Бекер екен. Неге десеңіз, ұлттық арна мен қазақ радиосындағы көркемдік кеңестің қабылдамай қойған әндерін басқа арналар азынаулақ ақшаға қабылдап алып эфирге бере беретінін шығарды. Сонда біз ұтамыз деген ұтылдық, менің түсінігімде. Соның кейін мұны мәдениет министрлігі қолға алмайынша жөнделмейтінін ұқтым. Бұл бөлек әңгіме. Ал енді мен өзімнің әріптестеріме, қатар жүрген азаматтарыма, бірге оқыған мектепте, бірге оқыған, университетте бірге оқыған жігіттерге бір айтатын сөзім бар. Мен сенің бүгінгі дәрежеңді ұрпағыңмен өлшеймін деймін. Сен мүмкін кейбір мәселелерде көптен кейін шығарсың, бірақ ұрпағың өзінен озып, ұрпағың бүгін өзінің өмірдегі қажеттілігін таба алған, ұрпағың сенің жетпеген биіктігіңе қолын жеткізіп жатса, сенің мына жақтағы жұмысыңның, отбасыңның жұмысының әлдеқайда жоғары болғандығын мойындаймын деп бір рахаттандырып қоямын ішімнен. Соны мұны айтып отырған себебім, өздеріңнің салаларыңдағы шаруаменен
ұлттық біздің енді көп айтатын құндылықтарды қатар бойына сіңіргендерің үшін мен мына елдің алдында ақсақал ретінде рахмет айтқым келіп отыр. Қара домбыраны алып Лондонда адайды ойнағаны, кеше ғана Қытайдағы қара домбыраменен оны құдіретін күшін көрсеткені, бұл өзі біз өзі еліктегіш елміз біз. Біз жылдам мына қазақ эстрадасына Досмұқасан қандай еңбек сіңіргенін менің ойымша бүгін ғылым айтқан жоқ. Ал енді біз сонда әйтеуір туылдап қазір Димашқа қол соғып барлығымыз көз тимесін деген сөзді көп айтып жатырмыз ғой. Айтқаны келсін ел жұрттың. Okay, I'm going to have to break this into two parts on there, and I'm going to end it with this. Some interesting bits in there. I have to look up a little bit more on this particular interviewer. He seems to be a little bit of old school type interview, but he is still getting some good information out there. So I'm going to drop this as part 1, and I'll come back later and finish up with part 2 of this interview.